Сәлем достар, сіздермен Дилара. Бүгін тойымда әрі дәмді бауырдан жасалатын торт дайындайтын боламыз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге бауыр, ұн, жұмыртқа, сүт, тұз және май қажет. Алдымен блендерден бауырды өткізіп аламыз. Үстіне тұз, жұмыртқа, сүт, май және ұн қосып, құймақтың консистенциясына келтіреміз. Қызып тұрған табаға немесе блинницаға жұқа етіп жағып шығамыз. Екі жағынан пісіреміз. Барлығын сөйтіп екі жағынан пісіріп шығамыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге пияз, сәбіз, сарымсақ және майонез қажет. Алдымен пиязды майда етіп тұрып, қызып тұрған табаға май құйып, қуырып аламыз. Үстіне сәбізді күштен өткізіп, тағы қосып қуырамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Чеснокты пресстен өткізіп, майонезге салып араластырамыз. Енді бір сәбізден торттың бетін әсемдегенге гүл жасайтын боламыз. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Ол үшін бізге тарелкаға бауырдың бір күлшесін салып, үстіне майонез жағамыз. Оның үстіне салманы саламыз. Сөйтіп қайталай береміз. Осындай тортымыз дайын болды. Бетіне әсемдегенге бір піскен жұмыртқаны теркадан өткіздім. Үстіне гүл қойып, осындай болып шықты. Өте тойымды, әрі дәмді болып шығады. Бірге дайындап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.